Бүгінгі сабақ комбинаторикаға кіріспе бөлімі бойынша айтылады. Енді қараңыз, комбинаторика деген ол үлкен тарау. Комбинаториканың өзінің бір формулалары бар, оны біз келесі сабақта өтеміз. Бүгінгі сабақта логикалық есептер комбинаторикаға берілген, соның біз қосу тәсілін және көбейту тәсілін өтеміз. Және де бізде сандарға байланысты ұяшықтар әдісімен сіздерді таныстырамын. Енді қараңыздар, мына мысалды қарап көрейік. Арман ағайдың 2 тақиясы бар және 4 кепкасы бар. Қараңыз, бұл кісіде 2 тақия бар және де 4 кепка бар. Екеуде қарап тұрса не болады? Бұл бас киім ғой, тақияны да басқа кет, кепканы да басқа кет. Ол далаға тек бір ғана бас киім киіп шыға алады. Арман ағай қанша тәсілмен бір бас киімді таңдай алады дейді. Егер де бізде мына жерде қосу тәсілін қолданамыз, қандай жағдайда? Көбінесе осы мысалы киімге байланысты беріледі есептерде. Бірдей киімдер болатын болса, яғни бірдей киім деп тұрғанымыз және де бас киім, 2 кепка немесе жаңағы не болып тұр? 4 тақия деген бұл барлығы бас киім болып тұр ғой, бір ғана киім. Сондықтан біз не істейміз? Бұл жерде қосу тәсілін қолданамыз. 2-ге 4-ті қосамыз, тең 6 болады. Енді мына көбейту тәсілін қай уақытта қолданамыз? Бізге айтса, мысалы Арман ағайдың 2 кепкасы бар. 2 кепка бар, иә? Және де оған, мысалы, 2 галстугы бар. Және де 3 жейдесі бар деп айтса. 3 жейдесі бар десе, осындай есептер қолданады. Осы кезде қара, кепка, ол бас киім, галстук мойнына тағылады, және де жейде. 3 түрлі киім болғандықтан, әр түрлі деп жазып қойдым. 2 көбейту 2, көбейту 3, сонда неше болады? 4 3-ке өткенде 12 болады. Сонда әр түрлі киімдер болса, әр түрлі заттар ол кезде немесе жаңағы тамаққа байланысты берілуі мүмкін, иә? Әр түрлі тамақтар болса, ол бізде көбейту тәсілі болады. Ал бірдей тамақтар болса, мысалы сусынның, мысалы 2 шай, көк шай, қара шай, 2 шайдың түрі бар, 3 шырынның түрі бар десе, онда бізде қанша тәсілмен шеттесе, қосу тәсілін қолданамыз, бірдей болса. Ал әр түрлі болса, біз не істейміз? Көбейту тәсілін қолданамыз. Енді бірінші есепке келейік. Осы кезде айттық, бізде бас киім, кепка, тақия екеуде бас киім, сондықтан 2-ге 4-ті қосам, тең 6 болады. Сонда Арман ағай 6 тәсілі бар, иә? 6 тәсілі, 6 мүмкіншілігі бар. Ол мысалы бір күні ақ тақия мен қара тақиясы болса, ақ тақиясын кие алады. Келесі күні қара тақияны кие алады. Одан кейін 4 кепканың жаңағы бір түндеп киіп шыға алады. Сонда 6 мүмкіншілігі бар, иә? Өзі біледі, 6 таңдауы бар, 6 нұсқасы бар. Енді келесі екінші есеп. Жаңа ұяшықтар әдісі бұл. 5, 6, 9 цифрларынан неше 3 таңбалы сан жасауға болады. Енді қараймыз, осындай есептер берілгенде мынаған бір назар аударамыз. 3 таңбалы сан. 3 таңбалы сан дегеніміздің аты айтып тұр, 3 таңбасы бар. Бұл бізде жүздік сандар, иә? Жүздік сандар. Енді қараймыз. 569-ды біз не істейміз? Мысалы, біз цифрларын қайталанбайды деп айтпаған, сондықтан біз 5-ті жаңа қайталап ала береміз. 555 деген сан құрастыруға болады. Яғни 5, 6, 9-ды қолдан деп тұр ғой. Біз мысалы 565-ті қолданамыз. 566-ны қолданамыз. Осы сияқты кете береді. Мысалы 656 деген сан бар. 600-ден бастасақ, 9-дан бастасақ, мысалы 995 деп. Осылай біз барлығын жазып отыра бермейміз, ол қаншама уақытты алады. Біз оның осындай бір әдісі бар екен, ұяшықтар әдісі. Біз осы ұяшықтарда әр 5 деп тұрғанымыз, бірінші ұяшық, иә? Мынау екінші ұяшық, мынау үшінші ұяшық. Сол сияқты, мысалы, мына жерде 995 деген бірінші ұяшық, мынау екінші, мынау үшінші ұяшық. Яғни қараймыз, мына бірінші ұяшыққа біз қанша цифрды орналастыра аламыз. Мында бізге қарап тұрсаң 3 цифр беріліп тұр ғой. Осы 3 цифрдың біз біріншісіне 3-еуінде қоя аламыз ғой. Қараймыз, 500-ден де, 600-ден де, 900-ден де бастауға болады ғой. Бастауға болады. Екіншісі, ондығына да біз осы 3 цифрдың 3-еуінде қоя аламыз. 5-ті де, 6-ты да, 9-ты да. Дұрыс қой. Соңғысында бізде бірлігінде де 5-ті, 6-ты, 9-ты қоямыз. 3-еуінде қоюға болғандықтан біз 3-еуін жаз қойдым. Енді не істеймін? Көбейтемін. Бұл жерде 3-ті 3-ке көбейткенде 3-ті 3-ке көбейтсем 9, 9-ті 3-ке көбейтсем 27. Сонда бізде 27 нұсқа бар екен. 3 таңбалы сан жасауға болады. 27 3 таңбалы сан жасауға болады. 3 цифрды қолданып. Келесі, үшінші есеп. Ерасыл ағай кітапханаға кіріп, кітап оқып қайтадан шықты. Яғни кіреді және қайтадан шығуы керек. Егер кітапхананың 4 есігі бар болса, Ерасыл ағай қанша тәсілмен кітапханаға кіріп шыға алады? Бұл жерде
былай шығарылады балалар. Бұл жерде қараймыз, 4 есік бар, иә, мысалы. 4 есік жазып қояйық. Енді сіздерге түсінікті болу үшін ашып жазып жатырмын. Мысалы 4 есік. Мына бірінші есік, екінші есік, үшінші және төртінші есік. Енді қара, бұл жерде Ерасыл ағай бірінші есікке кіреді, және де ол не істейді? Осы бірінші есіктен шыға алады ғой, дұрыс қой. Енді немесе бірінші есікке кіреді де, ол екінші есіктен шығуы мүмкін ғой. Тағы бірінші есікке кіреді де, үшінші есіктен шығуы мүмкін, немесе бірінші есікке кіріп, төртінші есіктен шығуы мүмкін. Сонда ол бірінші есіктен кіріп шығудың 4 мүмкіншілігі бар. Түсінікті ғой. Келесі, мысалы, екінші есіктен кірсе де, ол бірінші есіктен шығуы мүмкін. Екінші есіктен кірсе, екінші есіктен шығуы мүмкін. Екінші есіктен кірсе, үштен шығуы мүмкін. Екінші есіктен кіріп, ол төртінші есіктен шығуы мүмкін. Сол сияқты дәл солай 4 мүмкіндігі бар. Екінші есіктен шықса, кірсе, ол басқа әртүрлі 4 есіктен шығуы мүмкін. Сол сияқты үшінші есікті де ол солай біз жазып шықсақ болады, иә. Төртінші есікті де солай жазып шықсақ болады. Яғни үшінші есікке кіреді, ол мысалы 1-ден шығуы мүмкін, 2-ден, 3-тен, 4-тен шығуы мүмкін. Немесе төртінші есікке кіріп, бірінші, екінші, үшінші, 4-тен шығуы мүмкін дейік. Сонда үшінші есіктен кіріп шықса да, ол 4 мүмкіндігі бар, иә. И төртінші есіктен кіріп, басқа есіктерден шығып, ол 4 мүмкіншілік бар. Сонда барлығын қосқанда не болады? Бізде тең 16-ға тең болады. Төртінші есеп. Бізде 1, 2, 3, 4, 5 деген цифрлар берілген. Қанша 2 таңбалы сан жасауға болады? Цифрлар қайталанады дейді. Жаңағындай алдыңғы есеп сияқты цифрлар қайталанады. Енді 2 таңбалы сан дегендіктен бізде не істейміз? 2 ұяшық мына жерге жазып қояйық, 2 ұяшық салып қоямыз. Енді бірінші ұяшыққа бізде мына 5 цифрдың бәрін қолдана аламыз ба? Иә, қолдана аламыз, иә, 5 цифрды. Ал мына екінші ұяшыққа қолданамыз ба? Иә, қолданамыз. Өйткені цифрлар қайталанады деп тұр. Сонда 5. 5 көбейту 5, ол бізде не болады? 25 болады. Жауабы 25 болады. Мынаны түсіндіңіздер ме? Мысалы қараш, бірінші ұяшыққа мысалы 1-ді қойсақ, екінші ұяшыққа біз мына жерде кез келген санды 5-ті қоя аламыз, иә, 15 деген сан. Немесе 1-ді қойсақ, ары қарай 1-ді қоюға болады. 1-ді қойсақ, бірінші ұяшыққа, екінші ұяшыққа мысалы 2-ні қойып 12 алуға болады. 12, 11, 15 мысалы 13, 14 деп біз мысалы барлығын жазып отырмаймыз ғой. Мысалы 20 қойып 21 деген сан шықты, иә, мысалы 22 деген сан шықты деп жазып отырмай, біз не істейміз? Бірінші ұяшыққа мына 5 санның 5-еуінде қойып шығуға болады, екінші ұяшыққа да 5-еуінде қоюға болады. Сонда бізде жауабы 25 болады. Бесінші есеп. Осындай 5 цифр берілген, цифрлардан қанша 2 таңбалы жұп сан жасауға болады дейді. Енді қара, жаңағындай, бірақ сәл күрделі. Қараңыз, 2 таңбалы сан дейді, және де ол жұп сан болу керек. Сосын айтып тұр, цифрлар қайталанбайды дейді. Бізде сонда шарт қойып тұр, иә. Ол жұп сан болсын дейді, 2 таңбалы болсын, және цифрлар қайталанбасын деп бізге 3 түрлі бізде шарт қойып тұр. Енді қараймыз, міне үлкен деп жазып қойдым, ұяшық салып қойып, 2 ұяшық неге? Өйткені 2 таңбалы сан. Енді жұп сан болу керек дегеніміз, мына соны бізде 2-ке бөлінетін сан болу керек қой. Жұп сандар дегеніміз 0-ға, 2-ге, 4-ге, 6-ға, 8-ге аяқталу керек қой. Я, осы бізде жұп сандары шығады сонда. Енді мына жерге қараймыз, жұп сан бізде 2 және де 4 қоя аламыз. Сонда мына жерге соңына біз 2 немесе 4-ті қоя аламыз. Сонда бізде не істейміз? Неше мүмкіндік бар? 2 санды, 2 цифрды қоя аламыз. Не 2-ні қоямыз, не 4-ті қоямыз. Түсінікті ма? 2 цифрды қоя аламыз. Енді қалғанына мына жерге қараймыз. Мына жерде мысалы 2 немесе 4 деген цифры кетті. Сонда бізде біріншісіне біз не істейміз? 5 цифрдың біреуі соңына жазылса, енді біреуін мұнда, сонда 4 цифрды аламыз. Сонда бізде 4-ті 2-ге көбейтеміз, 8 болады. Бұл мысалы түсінбей отырсаңыздар, ол былай. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5 деген санды түсіндіру үшін жазып қояйын сіздерге. 3, 4, 5. 4, 5. Бізге жұп сан болу керек. Яғни жұп сан деген соңына не 2-ке, не 4-ке аяқталу керек. Сонда соңына не 2 қоятын болсақ, біз 1-ден алып 12 деген санды алсақ, ол жұп сан. Енді бұл жерде біз 22 деген санды ала аламыз ба? Жоқ, аламаймыз. Өйткені цифр қайталанбайды деп тұр. Екеуі де 2 болып кетуге болмайды, сондықтан бұл 22-ні алмаймыз. 12-ні алдық. Мысалы 32 деген санды аламыз, иә? Немесе мына жерде 54 деген санды аламыз. 14 деген санды аламыз. Осы сияқты барлығын жазатын болсақ, бізде барлығын жазып отырмас үшін бізде осы тиімді ұяшықтар әдісі, яғни ұяшықтың
негізі басынан бастаймыз, бірақ мына жерде айтып тұр жұп сан деп тұр, цифрлар қайталанбайды деп тұр. Сондықтан мен соңына алдым, соңынан бастадым. Сонда жұп сан бізде 2 мен 4 қана, сондықтан 2 цифрын біреуін ғана қоя аламыз. 2 цифр тұра алады. Қалған мына жерде мысалы 4 деген цифр мына жаққа кетіп қалса, мына жерге 4 қоюға болмайды. Сондықтан барлық 5 цифрдың тек мына 4 мүмкіндігін ғана аламыз. Қалған 4-еуін ала аламыз. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі 6-шы есеп. Асқарда 6 көйлек, 4 галстук бар. Неше тәсілмен 1 көйлек және 1 галстук киюге болады дейді. Енді қараймыз, 6 көйлек және 4 галстук бар дегеніміз. Бұл жерде әртүрлі киімдер ғой. 6 көйлекті 4-ке көбейте саламыз, 24 болады. Сонда жауабы 24 тәсілі. Яғни ол бір күні ақ көйлегін киіп, оған қара галстук тағады. Мысалы, көк көйлегін киіп, оған қызыл галстук тағады деген сияқты таңдаулары бар. Даже ол мысалы енді әртүрлі таңдаумен жазып, бүкіл варианттар жазып отырмаймыз. Біз не істейміз? Көбейте саламыз. Келесі, 7-ші. Даниярдың бір қара, бір ақ шалбары бар. Қара шалбар және ақ шалбар бар. Демек, 2 шалбары бар. Сосын қызыл көк қара жейдесі бар. Қызыл көк қара жейде дегеніміз 3 жейдесі бар. Одан кейін жасыл сары қалпағы бар. Яғни 2 қалпағы бар. Ол қанша тәсілмен әртүрлі болып киіне алады. Сонда бұл жерде әртүрлі киімдер ғой, 2 шалбары бар. Сосын 3 жейдесі бар, және де 2 қалпағы бар, 2 қалпақ. Барлығын көбейткенде қанша болады? 2-ні 3-ке көбейтсем 6, 6-ны 2-ке көбейтсем 12. Сонда бізде 12 нұсқасы бар екен. 12 тәсілмен әртүрлі болып киіне алады Данияр.